Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сникерс тортының жасалу әдіс-тәсілдерімен және жұмсақ бисквитімен дәмді карамелінің жасалу әдіс-тәсілдерімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдай кетіңіздер. Алдымен бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызға қант, тұз қосып, жақсылап көтерілгенше 10-15 минуттай миксерлейтін боламыз. Міне осылай ағарғанша жақсылап миксерлеген соң сұйық май және сүтті де қоса отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осындай нәзік, әдемі қоймалжың болып шығады. Енді құрғақ заттармен жұмыс жасаймыз. Ұнымызға какао және разрыхителімізді қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Және де ситодан өткізіп, барлығын ситодан өткізіп аламыз да венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Енді миксерді қолданбаймыз, себебі басылып қалады. Сол үшін де венчикпен ақырындап осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді дайын болған қоспамызды осындай қалыпқа 18 диаметрде мен пісіріп алдым. 20-18 диаметрде пісіруге болады. Алдын ала қызып дайын тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Енді осы уақытта арасына салатын карамелімізді дайындайтын боламыз. Табамызға қантымызды қосып, осындай қоймалжың карамелі түс болғанша ерітіп аламыз. Және сары майымызды салып, жақсылап араластырып, ерігенше осылай дайындап аламыз. Және осының үстіне сливкиді қосып, біркелкі болғанша, бұрқ етіп қайнағанша жақсылап араластырамыз да газды өшіріп қоямыз. Қазір міне сұйық болып тұр. Суыған соң қоймалжың қалпына келеді. Енді осы уақытта арасына салатын кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен творожный сырға сахарный пудраны салып, екеуін жақсылап біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Екеуі араласып болғаннан кейін үстіне сливкиімізді салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біркелкі масса болып қоюланғанша миксерлейміз. Міне өзін жақсы ұстап тұратын креміміз дайын болды. Карамелімізде суып дайын болған екен. Міне сондай әдемі карамеліміз дайын болды. Оның үстіне қорылған осындай орехтерімізді салып араластырып қоямыз. Бұл әлі де тағы да қоюлана түседі. Біздің бисквитіміз пісіп дайын болып шықты. Енді оны қалпынан ажыратып аламыз. Жан-жағын пышақпен кесіп босатып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бисквитіміз өте әдемі болып көтеріліп пісті. Жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Енді осының бетіндегі шапкасын кесіп алып тастаймыз. Және де оны 3 бөлікке бөліп кесіп алатын боламыз. Үлкен осындай пышақпен немесе біреулер жіппен де кесіп жатады. Мен осылай пышақпен кескенді жөн көрдім. Немесе арнайы осындай бисквитті кесуге арналған құралдармен де кесіп алуыңызға болады. Ең бастысы осылай барлығын біркелкі етіп кесіп алуымыз керек. Енді торттарымызды жинайтын боламыз. Арнайы осындай кольцомен жинаған дұрыс, сонда біркелкі дөп-дөңгелек болып әдемі болып шығады. Кольцомызды кигізіп алдық. Үстіне кремін осылай жағып алдық және бір тегіс етіп, осылай тегістеп шығамыз. Және де шет-шетіне осылай бортик ретінде жүргізіп шығамыз креммен. Ортасына карамелімізді, карамельный жаңғағымызды салатын боламыз. 2-2,5-3 қасық шамасында осылай салып бір тегістеп, бетін тегістеп шығатын боламыз.
келесі бисквитімізді қойып жағастырып, оның да үстіне кремімізді жағып шығамыз. Барлығын осылай жинап аламыз. Қалған карамелімізді салып, оның үстіне тағы да кремімізді жүргізіп, бисквитімізді жинап алатын боламыз. Кремімізді жағып, тортымызды осылай жинап алатын боламыз. Және холодильникке 1 сағат көлемінде қалдыратын боламыз. Бұл тортты мен баламның туған күніне жасаған болатынмын. Осылай холодильникке алдын ала салып қойдым, кремі сіңгенше. Енді шоколадымызды ерітіп, осылай дайындап, арасына сұйық майымызды қосып дайындап алған болатынмын. Және оның үстіне қуырылған орехтерімізді салып алдым. Холодильниктен осы уақытта шықты. Холодильникке салбасаңыздар, кремі сіңіп, жақсы болып шығады. Енді осы бисквиттің астына осындай қағаздарды жайғастырып шықтым. Себебі үстіне қазір шоколадымызды құятын боламыз. Тортымыздың жан-жағы бүлінбес үшін осылай қағаздарды қойып алдым. Қалған кремімізді бетіне жан-жағына жағып, бір тегістеп дайындап аламыз. Осылай тегістеп дайындап алдық. Енді дайын болған шоколадты ореховый глазурымызды құйып, бір тегістеп жағып шығатын боламыз. Дайын болды, енді қағаздарымызды алып аламыз. Осылай дайын болды. Холодильникке тағы да 5-10 минутқа салбасаңыздар, шоколадыңыз қатып, әдемі болып дайын болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай нәзік, ерекше торттардың бірі, балалардың сүйіп жейтін торттарының бірі. Карамелі де, кремі де бір-біріне үйлесіп, сондай ерекше дәмді болып шығады. Бисквиттің өзі өте нәзік, жұмсақ болып шыққан. Ауызға салса еритін ерекше торттардың бірі. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ерекше болып шығары және балаларыңызға да ұнары сөзсіз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, егер ұнаған болса, жасап көріп жатсаңыздар, комментариймен бөлісе кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Ас болсын, міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар.